Сәбидің рухы ойнаған үй. Ақтөбе қаласындағы Чернышевский көшесіндегі жер үйді сәбидің рухы кезіп жүр. Бұл сәби үй іргесін қалауға деп әкелген ыстық бетонға байқаусызда түсіп кеткен. Солай күйіп өлген екен. Баланы желеуге тек сүйектерін әрең жинап алған деседі. Бірақ ақшаға келген дүние ғой деп бетонды сол үйдің ысылағына пайдаланған. Содан болар, сол үйде кішкентай баланың қылықтарына келетін түрлі құбылыстар болып тұратын көрінеді. Сол көшедегі жер үйде бір жақын тұрсым тұратын. Жиі араласып туған күн, басқа да отбасылық шараларда бас қосатынбыз. Сондай бір бас қосылуда кеш қалдым да баламен болған соң қонып қалуға тура келді. Баламның 2-5-3 жасар кезі. Қонақтар кеткен соң өзіміз отырып шай іштік. Біраз уақыт отырып әңгімелестік. Солай жүргенде балам шаршады. Білем, ұйқысы кеп былғаңдай бастады. Баланың мазасы кеткенін көріп, үй иесі үлкен бөлмеге төсек салып беріп, осында ұйықтады. Шаршаған шығар. Уақытта біраз болды ғой деді. Төр бөлме салқындау екен, қыс айы болатын. Жылылау кішкентай бөлмеге жатқызайын дедім. Кішкентай бөлмеге төсек салып жатып қалдық. Балам шаршағаннан басы жастыққа тиісімен бірден ұйқыға кетті. Мен де көзім ілініп барады екен. Ойнаған музыкадан оянып кеттім. Баламның қолына ұстап жүрген кішкентай ойыншық фотоаппараттан шығатын әуен екенін жазбай біліп тұрмын. Ол ойыншығын сол төргі бөлмеде диванның үстінде қалдырғанмын. Музыка тоқтай қоймаған соң бала оянып кетер деген ойыммен төргі бөлмеге жүгіріп бардым. Ойым сол үйдің балалары ұстап кнопкасын басып ойнап отыр ма екен деп болатын. Жоқ, төргі бөлмеге кіріп барсам, тас қараңғы. Есік жанын сипалап жарықты жақтым. Бөлмеде ешкім жоқ. Ойыншық шырылдап жатыр. Диваннан жерге түсіп қалған. Өзім қорқып кеттім. Бисмилля деп сөз аузымнан қалай шығып кеткен білмеймін. Баламның ойыншығын алып, өзім жатқан бөлмеге қайта кеттім. Таңертең тұрған соң үй иесіне айтсам, таныс келіншегім күлді деп басын изеді. Ана бала жаңа ойыншықты көріп ойнағысы келген ғой, демесі бар ма? Менің көзім онан бесе шығып кеткенін байқаса керек. Қорықпай-ақ қой, ол ештеңе істемейді, зияны жоқ, кішкентай сәби ғой деді. Мен не туралы айтып отырған білгім келіп, сұрақтың астын алдым. Қайдағы бала, не қылған сәби, дұрыстап түсіндіріп айтшы дедім. Ол әңгімесін бастады. Сол тұрып жатқан үйлердің бұрынғы қожайындары салып жатқанда құрылысқа қажетті деп түсіріп қойған ыстық бетонға кішкентай балалары ойнаймын деп барып тұншығып өлген екен. Қолды-аяққа тұрмай шапқылап ойнап жүрген баланың бетонға қалай барып қалғанын байқамай қалған. Ыстық бетонға баланың денесі еріп кеткен. Баланы желеуге тек сүйектерін әрең жинап алған деседі. Айтқандай-ақ сол ақшаға келген дүние деп соны мен сылаған болып шықты. Содан бұрынғы қожайындарды үйді сатып көшіп кеткен. Біз бұл жайтты кейін білдік. Онда да көршілердің біріне осындай үйде болатын тосын құбылыстар туралы айтып отырып, аяқ астынан үйіміздің тарихын білдік деп күледі таныс келіншек. Кейде арқаңнан тұрып кетіп, кейде кеседегі шайды төгіп жіберетін қылықтар да бар екен дейді. Бірде ол өзінің үйдің төбесін әктеп жатқанда шығып тұрған орындықтардың қатты шайқалып кеткенін байқады. Бір емес, 2 рет қатты қозғап жіберіп құлап кете жаздайды. Сонда қойсаңшы енді, біраз ойнадың ғой, құлап қалармын деп кәдімгі барадымен сөйлескеніп айтқандай кейін барып қойған жеткізді. Үйдің иесі кейде тіпті киесі болады дегенге әңгімелер бар. О дүниелік болған жандардың тыныштығы да біздің өмірімізде үлкен рөл атқаратын белгілі. Біздің дінімізде қайтыс болған жандардың рухына аят бағынышты айтатыны да содан болса керек.